Алло, мам, мен сабақтан шықтым. Мен 2 бес алдым ғой. Менің сүйікті асымды дайындап қойыңызшы. Алло, мам, мен облысқа өттім ғой. Менің анам жер бетіндегі ең аяулы жан. Мен оны шексіз жақсы көремін. Оны белгілі бір нәрсе үшін жақсы көремін деп айта алмаймын. Оған бар болғаны, менің өмірімде бар болғаны үшін алғыс айтамын. Мен оны мақтан тұтамын. Одан асқан маған жақын жан жоқ. Оның есімі Айнұр, ол өте сұлу. Оның сылдырлаған күлкісі мен қоңыр көздерін жақсы көремін. Аялы алақанындағы жылуын сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Менің анам өте мейірімді, ол барлық адаммен тіл табыса алады. Қиын қыстау кезеңде алақанымен аялап қолдау көрсете біледі. Анам тамақты өте дәмді әзірлейді. Ол мені өміріме қажетті біліммен қаруландырып жатыр десем қателеспеймін. Онымен қатар мен онымен бірге серуендегенді ұнатамын. Біз қонаққа бірге барамыз, таза ауада бірге тыныстаймыз. Анамның еш уақытта көз жасының төгілмегенін қалаймын. Оның көздері үнемі күн секілді жарқырап, жадырап жүргенін қалаймын. Мен ол кісіге бақыт пен денсаулық тілеймін. Барлық арман мақсаты орындалсын. Бізге ғана емес, аналарға да жылы алақан мен қамқорлық қажет екенін ұмытпайықшы. Қымбатты анам, мен сізді қатты жақсы көремін. Сабақтан жақсы баға алып, сізді күн сайын қуантуға тырысатын боламын. Анашым, менің өмірімде бар болғаныңыз үшін рахмет. Анашымның төзімділігі мен кешірімділігіне қарап қайран қаламын. Жаратушы ием, менің анам мен әкеме ұзақ әрі бақытты ғұмыр беруіңізді сұраймын.